Саламатсыңар балдар. Математика сабағы бұл сабақта сілермен біргелікте мисал маселелерді іштейбіз. 196 иш. Бізге бірнеше мисалдар берілген, аны біз мамынча түрінде іштеп шығарабыз. 197 иш. Туйутма түзіп шығар дейді. А, Б, В деп 3 вариант берілген. Ада 2678 менен 3593-тің суммасына, екөнен келіп шыққан суммаға 895-ті қошу. Кейінгісі 999-ға 5 менен 4-тің көбейтіндісін қошу. В 8 менен 2-нің көбейтіндісінен 8-ді кеміту дейді. Туйутма түзіп шығарабыз. 198 иш. Волейбол аянтчасының ұзыны 18 метр, турасы 9 метр. Анын периметрін тап. Қантип табабыз? Берилишini құнт қойып оқып, периметрін табабыз. 199 иш. Жағы 3 см болған квадрат сызып аласыңар. 3 см болған тамғалар менен белгіле. Ар бір жағын тамғалар менен жазып, ұзындығын анықта. Периметр қанчаға барабар? Ар бір жағын тамғалар менен белгіле олабыз. Латын тамғалары менен А, Б, С, Д, Ж, тағы башқача тамғалар менен белгілесек та болот. Анан кейін ұзындығыны ченеп, 4 жағының периметрін табабыз. 200 иш. Чиймеден эмнени байкадың? Борборлордун арасындағы аралықты чене. Анын диаметрлер менен салыштыр. Бізге 2 айлана берілген, анын диаметрлерін салыштырабыз. Борборлорунун 2 борбордун арасыны ченеп жазабыз. 201 иш. 10 литрлік чакаға 2 литрлік банка менен канча жолу суу куйса болот? Ойлонобуз. 10 литрлік чакаға 2 литрлік банка менен канча жолу суу куйса болот? Жазып, жообун табабыз. Үйгө тапшырма 202 жана 203 иштер. 202 иш маселенин берилишини окуп, шартын түзүп жообун чыгарабыз. 203 иште мамынча түрүндө мисалдарды иштеп чыгарабыз.